Сәлем достар, шайтан, ол бізді өмір бақи азғырады, тіпті өлім сәтінде де. Шайтанның басты мақсаты жер бетіндегі бүткіл адамды азғырып, имансыз кетіру. Біз бүгінгі видеомызда адамның өлім сәтіндегі шайтанды көруін айтатын боламыз. Айтқандай, шайтан адамды имансыз өлу үшін бәрін жасайды. Мысалы, адам өлім сәтінде қатты шөлдейді, ал шайтан дәл осы сәтті пайдаланады. Адамды шөл қатты қысып, қиналып жатқанда, адамның көзіне шайтан көрінеді. Шайтан адамға былай айтады: иманыңнан бас тарт, Құдай жоқ де. Алла жоқ деп айтсан, саған бір стақан су беремін деп, қолындағы суын арлы-берлі сапырып тұрады. Сол кезде өлім аузында жатқан адамның жақындары сол адамның аузын сумен дымқылдап қою қажет. Сонымен қатар байқайсыз ба, көп адамдар өлім сәтінде жоқ деп айтып жатады. Негізінде ондай уақытта калима шахаданы айту қажет. Яғни ашхаду алла илаха иллалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп әрбір адам жан тапсыру қажет. Менің естуім бойынша, шайтанның қолындағы су біздің әжетханада түкірген түкіріктеріміз. Шайтан соны жинап, бізге өлім аузында жатқан кезде бізге ұсынады екен. Көрдіңіздер ме? Адамдар тек бұл өмірде ғана емес, өлгеннен кейін де қабір азабы секілді түрлі қиындықтарды көреді. Сондықтан Алла тағала осы шайтанның суынан және қабір азабы секілді қиындықтардан сақтасын. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайсыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұр Хамид, қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.